Баршаға сәлем достар. Бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін сметанный шоколадты пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліңіз. Ендеше бастаймыз. Таза ыдысымызға ерітілген майымызды құямыз, жұмыртқамызды салып аламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Видеоны өткізіп жіберместен соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Енді кезекте қант ұнтағын еліктің көмегімен өткізіп алып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Менде осындай түйірлер қалып қойды. Оны кішкентай қасықтың көмегімен үгітіп өткізіп жібердім. Венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Менің каналымдағы тәттілер бір жасағаннан шығатын, оңай, өте қарапайым заттарын жасалатын тәттілер. Сіздер жасап көрсеңіз болады. Массамыздың үстінен ұнымызды және бір шай қасық қопсықшымызды алып, електен өткізіп алатын боламыз. Мен екі бөліп өткіздім. Енді қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр дайындап алатын боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ. Енді бұны алып, пакетке немесе пищевой пленкаға салып, тоңазытқышта 10-15 минут көлемінде қалдыратын боламыз. Бұл аралықта біз кремімізді дайындап алатын боламыз. Шоколадымыз бен сары майымызды дәл олай водяной баняда ерітіп алатын боламыз. Қаласаңыз, микроволновкада ерітсеңіз де болады. Мен осылай водяной баняда ерітіп алдым. Массамыз еріп келе жатыр. Бізде массамыз осындай болды, дайын. Енді бұны шетке алып суытатын боламыз. Таза ыдысымызға қантымызды салып аламыз. Жұмыртқаларымызды жарамыз. Толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөлімінде. Каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться басып, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Барлығын осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде осындай біркелкі масса пайда болды. Енді үстінен ерітілген шоколадымызды құйып алатын боламыз. Бұл кезде бізде шоколад әбден мұздап болды. Венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізге миксердің қажеті жоқ. Осылай венчиктің немесе шанышқының көмегімен араластырып алсаңыздар болды. Ең бастысы бізде біркелкі масса болса жеткілікті. Массамызды толық араластырып алдық. Енді үстінен алдын ала өлшеп алған қаймағымызды салатын боламыз. Менде қаймақ 25%-тік, 20% болса да жарайды. Енді қаймағымызды да венчикпен араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте оңай. Ең бастысы бір жасағаннан ақ өте әдемі болып шығатын болады. Осы массамыздың үстінен какаомызды да салып, жақсылап араластырып аламыз.
Біздің шоколадты креміміз дайын. Енді кезекте қамырларымызды формамызға жайғастырып алатын боламыз. Үлкен бөлігін астыңғы жағына дөңгелек етіп жақсылап жайып шықтым. Қалған кіші бөлігін жанына қойдым. Қамырларымызды толығымен жайғастырып алып, үстінен шоколадты сметанный кремімізді құйып алатын боламыз. Күрекшенің көмегімен осылай біркелкі етіп жайғастырып аламыз. Әбден жайғастырып болған соң бір-екі ұрғылап жібердім. Беті тегіс болып тұру үшін. Пешімізді алдын ала 160 градусқа қыздырып қойғанмын. Әркімнің пешінің ыңғайына қарай 35-45 минутта пісіп шығады. Осымен ұрғылап пешке жібердім. Беті тегіс болып тұр. Біздің пирогымыз дайын. Бірден кеспеңіздер. Бөлме температурасында әбден 3-4 сағат бойында суытып барып, формадан осылай жан-жағын босатып алып, ақырындап шешіп алыңыз. Осымен біздің өте нәзік, дәмді шоколадты сметанный пирогымыз дайын. Менде формам 26 диаметрлі болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ, нәзік әрі әдемі болып шықты. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осы пирогты сізде жасап көріңіз. Бұл пирог маған қатты ұнады, өте дәмді әрі тойымды. Астарыңыз дәмді болсын.